Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте оңай әрі дәмді болып шығатын қарапайым заттардан жасалатын чак-чак десертін шайға дайындадым. Жасалу жолы оп-оңай әрі ерекше дәмді болып шығуының құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, тұз және ас содасы қажет болады. Қажет мөлшерлердің барлығын описанияға жазып қалдырамын. Одан кейін ұнымызды, қажет мөлшердегі ұнымызды сеуіп, одан кейін жақсылап араластырамыз. Кішкене сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Алдымен қасықпен, одан кейін қолымызбен араластырып, жақсы жұмсақ тестамызды дайындап аламыз да жарты сағатқа ең қандырғанша дейін бөлме температурасында алып қоямыз. Ал оған дейін достар, рецептім ұнап жатса лайк басып, тіркелуді ұмытпайық. Ең қандырғаннан кейін тестамызды жайып аламыз, және де бұл жерде қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Кішкене қалыңдау болса да бола береді, және де лапша кескендей, кәдімгідей ұсақтап видеодағыдай етіп кесеміз. Енді осылай қолымызбен араларын ашып қоямыз. Жабысқандары болса ештеңе етпейді. Қазір қазандағы майға пісірген кезде өзі аралары ашылып пісетін болады. Қызып тұрған майда енді чак-чактарымыздың тестасын пісіріп аламыз. Осылай қызғаннан кейін шамалап көлеміне қарай салып, араластырып отырып пісіреміз. Араластырып отыруымыз қажет, себебі бір жерлері қызарыңқырап, бір жері ақтау болып қалуы мүмкін. Сол үшін араластырып отырып пісіреміз. Барлығы бірдей сары түсті болғанша дейін. Әрі кетсе 2-3 минутта осындай түске дейін қуырылатын болады. Майдан сорғытып аламыз. Енді сиробын дайындаймыз. Ол үшін бізге мед, қант және де кішкене су қажет болады. Газдың астын қосып, орташа деңгейде оны да араластырып отырып, қанты ерігенше дейін осылай араластырып дайындап аламыз. Бір жағынан екінші табаға кунжутымызды қуырып аламыз. Кунжутты қосқанда ол өте дәмді, ерекше болып шығады. Мен әрдайым мейіз, өрікті қосқаннан гөрі осы кунжутты қуырып қосқанды ұнатамын. Себебі дәмі өте ерекше дәмді болады. Осылай жасағаннан кейін әрдайым тек осы чак-чактың осы вариантын ғана жасағыңыз келіп тұратын болады. Кунжутты да қуырған кезде сарғайғанша дейін қуырып аламыз, күйіп кетпесін. Оны да араластырып отырып қуыратын боламыз. Сироп та дайын болды, қанты құрамындағы барлығы толықтай еріді. Дайындап алған, қуырып алған тестамызға енді сиропты құямыз, және де осы жерде үлкендеу ыдысқа араластырған жөн. Менде кішкентай ыдыс болып қалды. Жаңа қуырған кунжутымызды салып, одан кейін сиропымызды құйып, жақсылап араластырамыз барлығын. Одан кейін бір ыдысқа құятын боламыз. Немесе тарелкаға үйіп қойсаңыздар да болады, қалауыңызша сәндеп қойсаңыздар да болады. Мен әрдайым үлкендеу ыдысқа барлығын салып, үстінен жақсылап басып, қатырып қоямын. Сосын шетінен кесіп алып, дастарханыма қоямын. Осылай барлығын саламыз, ысылай күйінде қасықпен басып, одан кейін үстіне салафанымызды салып, қолымызбен да қаттылап басыңқырап, бір-біріне жабыстырып, морозильникке кемінде 2 сағатқа қатырып қоюымыз қажет.
Және де бір жақсы жері чак-чактың қонақ келер кезде бір жеті бұрын дайындасаңыздар да болады. Мен осы жерде қонаққа дайындалған кезде жасадым. Және де 2-3 күн бұрын жасап қойдым да морозильнигіме алып қойдым. Қажет кезде тек шетінен кесіп алып ұсына бересіздер. Қанша уақыт тұрса да тұра береді, ешқандай дәмі де кетпейді, одан сайын дәмдірек болады. Мінекей менің чак-чагымның қалғаны осы ғана болды. Қонаққа дайындалған кезде барлығына ұнап, барлықтарына салып бергенмін. Және де барлығының көңілінен шықты. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ас болсын.